Түн ортасы, Вирджиния саябағындағы ескі көпір. Қап-қара мінсіз костюм киген бір адам еңкейіп көпірдің астына қара пакетті асығыс жапсырып жатыр. Қолындағы қымбат роликсі ай сәулесімен шағылысып жынтырайды. Оның әр қимылында математикалық дәлдік бар. Пакеттің ішінде ФБР-дің ең құпия 6 құжаты. Ол орнынан тұрып үстіндегі қымбат пальтосының шаңын қағып тастады да қараңғылыққа қарап менсінбей мырс етті. Ал орыс мырзалар, тағы бір сыйлық, қабыл алыңдар. Енді тайып тұрмақшы болғанда саябақтың жан-жағынан прожекторлардың өткір жарығы лақ берді. ФБР, қозғалма, қолыңды көтер. Ол қатып қалды. Бірақ көзінде қорқыныш емес, менсінбеушілік бар. Жарыққа тыққырап тұрып, неге сонша кешіктіңдер жігіттер, деді беті бүлк етпестен. Бұл адам 6 баланың әкесі, шіркеуден қалмайтын үлгілі католик, ФБР-дің ең мықты аналитигі Роберт Хансен. Оның бойында кинодағы Патрик Бейтманды еске салатын суыққандылық пен мінсіздікке деген ауру құмарлық жасырынып жатыр еді. Бәрі қалай басталды? Бәрі балалық шақтан басталады. Роберттің әкесі Говард чикаголық полицей болған. Бірақ ол жай қатал әке емес, нағыз садист еді. Өз әкесі оны кремге орап тастайды да, тоқтаусыз құсқысы келгенше домалатып айналдырады. Бала Роберт лоқсып құса бастағанда әкесі оны босатпай, керісінше сол өз құсығына тұншықтырып, жеңілістің дәмі қандай екенін сезін деп қорлайтын. Ол Робертті үнемі, сен ешкім емессің, сенен түк шықпайды, сен лузерсің деп басына жиі қайталап отырған. Тіпті көлік жүргізу куәлігін алар кезде әкесі нұсқаушыға арнайы ақша беріп, ұлын әдейі құлатқан. Бірақ ең сорақысы Роберттің ер жеткен кезінде үйлену тойында болды. Нағыз бақытты күні әкесі келіннің қасына барып, сен нағыз сорлыға тұрмысқа шығып жатырсың деп бүкіл елдің көзінше жерге қаратқан. Әрине, мұндай тұрақты қорлау оның психикасын біржолата сындырып жіберді. Оның бойында мен ешкім емеспін деген қорқыныш пен мен бәрінен ақылдымын, мен бәріне өзімді дәлелдеймін деген грандиозды нарциссизмнің қоспасы пайда болды. Ол бүкіл әлеммен, әсіресе билік пен авторитеттен өш алып, өз биіктігін армандап өсті. Әкесінен көрген қорлықтан кейін Хансен өзін дәлелдемек болып стоматолог оқуына түседі. Бірақ одан да шығып қалып, тағы бір соққалады. Ақыры амал жоқ, ол бухгалтер мамандығын оқып шығады. Бұл факт оқиға үшін өте маңызды, өйткені дәл осы ішпыстырарлық мамандық оған кейін ФБР-дің бүкіл қаржылық жүйесін 5 саусағындай біліп алуға көмектесті. 1976 жыл 32 жастағы Роберт Хансен ФБР табалдырығын аттайды. Басқа жас агенттер көздері жанып жүргенде Хансен мүлдем басқаша еді. ФБР кеңсесінде ол үнсіз ғана жұмыс істеп отыратын. Ол ешкіммен араласпайды, мүлдем күлмейді және ең бір түрлісі тек қап-қара костюм киеді. Осы суық түрі үшін әріптестері оған көр қазушы және доктор өлім деген лақап ат берді. Бірақ Хансен іштей өзін Джеймс Бонд санайтын. Және ол кеңсе ішіндегі қағазбасты өз жұмысын іштей жек көріп, бұл жүйеден өзін әлдеқайда жоғары санады. 1979 жыл Хансенді Нью-Йоркке ауыстырып, оған кеңес одағына қатысты ең жоғары деңгейдегі құпия істерге рұқсат береді. Ол шпиондыққа бару үшін көп ойланған жоқ. Бар жоғы 8 ай қажет болды. ФБР-ге адал қызмет етемін деп ант берген адам 8 айдың ішінде бәрін сатып жіберуге дайын болды. Ол өз еркімен барды. Нью-Йорктегі кеңес одағының мекемесіне хат жазып, менде ФБР-дің сендерді қалай тыңдап жатқаны туралы мәліметтер бар. Мен оны сатамын дейді. Оның алғашқы құрбаны ГРУ генералы Дмитрий Поляков болатын. 20 жыл бойы Америкаға жұмыс істеген генерал Поляковты Хансен жай ғана сатып жібереді. Ол ешқандай өкінішсіз жай ғана шахмат тақтасындағы пешканы сыдырып тастағандай Поляковтың есімін орыстарға берді. Нәтижесінде генерал ұсталып атылды. Ал Хансен осы сатқындығы үшін бар жоғы $30,000 айналасында ғана ақша алды. Ондай бағалы адам үшін бұл өте аз сома еді. Бірақ оған ақшадан гөрі ам тағдырмен ойнаудан алатын психопатиялық ләззат маңыздырақ болды. Ол сөйтіп өзінің шпиондық өміріне масаттанып жүргенде күтпеген жағдай болды. 1981 жыл Хансенді кездейсоқ өзінің туған әйелі Бонни ұстап алды. Үйдің қараңғы жертөлесінде Хансен құпия құжаттарды шашып тастап, ақша санап отырғанда әйелі үстінен түседі. Бірақ Хансен мүлдем саспастан: "Жаным, уайымдама, бұл дезинформация. Орыстарды ақымақ қылып ақша тауып жатырмын" деп суыққанды түрде манипуляция жасайды. Әйелі оны священниктің алдына апарады. Осы жерде нағыз абсурд басталды. Роберт священникке бар шынын айтып береді. Алайда діни қызметкер бұл ақпаратпен полицияға немесе ФБР-ға барудың орнына: "Роберт, шпиондықты тоқтатып алған ақшаңды Ана Терезаның қайырымдылық қорына аудар" дейді. Мемлекет сатылып жатыр, ал бұлар Ана Терезаға ақша аударып күнәсін жумақшы. Хансен ақшаны аударамын деп қарызға батады. Ал ақша біткен соң ішіндегі монстр қайтадан оянып, үлкен ойынға оралуды талап етті. 1985 жыл ол ФБР-дің қағазбасты дәліздерінде шіріп бара жатқандай сезінді. Оған адреналин керек еді. Оған бүкіл жүйені тағы бір рет мазақ қылу процесі ауадай қажет болды. Ол Вашингтондағы КГБ резидентурасының басшысы Виктор Черкашинге анонимді хат жібереді. Хатта: "Менде сіздерге керек заттар бар, маған $100,000 беріңдер" деп жазды. Қолтаңбасы Рамон Гарсия. Бұл жай ғана лақап ат емес, бұл оның жаңа қауіпті шпиондық ойынының
басталу еді. КГБ-нің кәнігі қасқырлары белгісіз Рамонға бірден сене қоймады. Оларға дәлел керек еді. Және Хансен оны ойланбастан берді. Ол құнды дәлел ретінде ФБР мен ЦРУ-ға жасырын жұмыс істеп жүрген кеңес офицерлері Валерий Мартынов пен Сергей Моториннің атын сатып жіберді. Агенттерді шоуыл Мәскеуге шақырып бірден атып бастады. Хансен болса, ертеңіне жұмыста әріптестерімен кофе ішіп отырып, осы екі агенттің қалай ұсталып қалған талқылап, беті бүлк етпей отыра берді. 1989 жыл. Париж бен Вена көшелері. ФБР тарихындағы ең қымбат аңду операциясы жүріп жатты. Нысана КГБ тыңшысы Феликс Блох. Жүздеген агенттер, жасырын камералар іске қосылып, тұзақ құрылған. Блохты қылмыс үстінде ұстауға санаулы минуттар қалды. Бірақ кенеттен Блохтың телефонына қоңырау шалынады. Тұтқаның ар жағынан орыс кураторы. Қалада жаман вирус тарап жатыр екен, ауырып қалма деп кодпен ескертеді. Миллиондаған долларлық операция бір сәтте күл талқан болды. ФБР агенттері бізді кім сатып кетті деп дәрменсіздіктен шаштарын жұлып жатқанда, Хансен өз кабинетінде отырып, олардың шарасыздығынан шексіз ләззат алып, мысқылдап күліп отырды. Хансен тек адамдарды емес, бүкіл мемлекеттің қауіпсіздігін сатып жіберді. ақш кеңес елшілігінің дәл астынан 100 миллиондаған долларға құпия тоннель қазады. Операцияның аты Монополия. Хансен оның сызбасын орыстаға берді. Ол аз десеңіз, ядролық соғыс бастала қалса, ақш президенті мен үкіметі тығылатын ең құпия жерасты бункерлерінің координаттарын ұстата салды. Ол өз елінің өмір сүру мүмкіндігін тікелей жаудың қолына берді. Бұл сатқындықтың артында ақша емес, шексіз билікке деген құмарлық жатты. Бала кезінде әкесі ешкім емессің деп қорлаған Роберт енді бүкіл Американың тағдырын шешіп, өзін әлемді алақанда ұстаған гений сезінді. 1991 жыл. КСР оқылады. Мәскеуде хаос. Хансеннің ішінде қорқыныш пен нағыз паранойя басталды. Мені сатып жібере ме деген ой маза бермеді. Ол біраз уақытта тынышталып қалды. Бірақ оның адреналинге тәуелді құбыжығы ұзақ ұйықтай алмады. Оның ауру эгосы, ойынды жалғастыр, сен бәріне мықтысың кеп талап етті. 1993 жылдың жазы. Вашингтонның тас қараңғы жерасты паркингі. Шамдар сығырайып, айналадан тек судың тамшылаған дауысы естіледі. Дәл осы жерде әлемдегі ең мықты шпион өміріндегі ең ақымақ қателігін жасады. Ол осыған дейін КГБ-мен тек хат арқылы байланыста болып келген қатаң ережесін өзі бұзды. Көлігіне мініп жатқан ресейлік ГРУ офицерінің қасына қап-қара плащ киген Роберт Хансен ақырын жақындап келеді. Қолында құпия құжаттар толы пакет. Хансен терезені қағып: "Менің атым Рамон Гарсия. Мен ФБР-де жұмыс істеп жүрмін. Менде сендерді құтқаратын ақпарат бар. Мына пакетті ал" дейді. Орыс офицерінің зәресі ұшып кетті. Ол бұл ФБР-дің арандатуы деп ойлап, жоламай-ақ қой, қазір полиция шақырам деп газды басып, дөңгелегін шиқылдатып қашып кетеді. Әлемдегі ең қауіпті сатқын қараңғы гаражда пакетін ұстап жалғыз алды. Бұл оның адреналинге соқыр құмарлығының салдары еді. Орыстар мемлекеттік департаментке шағым түсіреді. ФБР өз ішінен Рамон Гарсияны іздеп қызу тергеу бастайды. Хансеннің паранойясы шегіне жетті. Ол ФБР штаб-пәтерінде өз бастығы Рэй Мислоктың компьютеріне отырып алады да, пароль бұзатын бағдарламамен жүйеге бұзып кіріп кетеді. Оның мақсаты ФБР-дің басты базасынан өзіне, яғни Рамон Гарсияға тергеу жүріп жатқан жоқ па, соны тексеру. Дәл осы сәтте бастығы үстінен түседі. Қылмыс үстінде ұсталды. Кез келген адамның жүрегі тоқтап қалар еді. Бірақ Хансен мүлдем саспады. Ол креслоға шалқайып, бастығының көзіне тік әрі нағыз бетбақтықпен қарап: "Бастық, уайымдамаңыз. Мен жай ғана қауіпсіздік жүйеміздің осал тұстарын көрсеткім келді. Көрдіңіз бе? Жүйені бұзу оп-оңай" дейді. Сол кездегі кибер қауіпсіздік ережелерінің осалдығын пайдаланған ол басшылықты бұған сендіре алды. Оған тек келесіде бұлай істеме деп ескерту жасалды. Бұл жазасыздық Хансеннің эгосын ғарышқа бірақ ұшырды. Ол енді өзін жазасыз құдай сезінді. 1995 жылы оны мемлекеттік департаментке ауыстырады. Мұнда ол мүлдем бақылаусыз қалды. Хансен тарихтағы алғашқы желілік шпион. Ол қағаз тасып әуре болған жоқ. Ол құжаттарды арнайы бағдарламамен шифрлап, дискеталарға салып беретін. ФБР ол дискетаны тауып алса да, ішінде не барын ешқашан біле алмайтын еді. Ол технология жағынан жүйеден 10-15 жылға озып кетті. Төренді ол қолма-қол ақшамен сұрамады. Бұл тым арзан қол әрі қауіпті еді. Ол элита құсап, гауһар тастармен түпнұсқа Rolex сағаттарын талап етті. Орман ішіндегі қараңғы көпірдің астынан жарқыраған Rolexті алып тұрып, ол өзінің беделіне тамсанатын. Ол үшін бұл өзгелердің үстінен қараудың тағы бір дәлелі еді. Хансеннің ең үлкен құпиясы оның басындағы бөлмелер еді. Оның бойында кинодағы Патрик Бейтманды еске салатын екіұдай өмір салты болды. Жексенбіде шіркеуде үлгілі әке, ал жұмыстан соң КГБ-дан алған ақшасына стриптизші қызға қымбат сыйлықтар мен Мерседес әперетін адам. Тіпті шетелге іс-сапарларға өзімен бірге алып барып жүрді. Бұл әрекетін "мен оның жанын құтқарып, шіркеуге тақтым келеді" деп ақтайтын. Қандай 200-лі бе? Бұдан бөлек оның психологиялық ауытқулар да болды. Ол өз отбасының жабық есік артындағы жеке өміріне қатысты
сәттерді таспаға түсіріп, оны досына көрсету сияқты түсініксіз вояристік әрекеттерге барған. Хансеннің миы бұл бір-бірімен мүлдем байланыспайтын есіксіз бөлмелер сияқты еді. Бір бөлмеде ол мінсіз әке, балалардың тәрбиесін ойлайтын қатал католик. Екінші бөлмеде мемлекеттік құпияларды судай сапырған суыққанды шпион. Үшіншісінде құпия бейне жазбалардан ләззат алатын девиант. Ол бұл бөлмелерді ешқашан араластырмады. Сондықтан оның бойында әйелінің немесе елінің алдында ешқандай өкініш, кінә сезімі болмады. Оның бүкіл өмірі тек өз эгосы мен құмарлығын тойдыруға арналған математикалық есеп еді. Ол өзін барлық шпиондардан биік қойды. Дәл сол жылдары Америкада ЦРУ сатқыны Олдрич Эймс орыстардың ақшасына бірден қымбат Ягуар көлігін сатып алып, көзге түсіп ұсталып қалған болатын. Ызғарлы Вашингтон көшесінде жас көмекшісі Эрик О'Нилмен қатарласып келе жатып, ол Эймсті мазақ қылды. Ол былай деді: "Эймс пе? Ол жай ғана дилетант. Тапқан мардымсыз айлығына Ягуар мінген ақымақ, алқаш." Ол өзіне тиісті жазасын алды. Нағыз профессионал ешқашан артында із қалдырмайды. Нағыз шпион сұр, көзге түспейтін өмір сүреді және өз жұмысын сондай таза, мінсіз істейді. Оны ешкім ешқашан таба алмайды. Ол өзінің дәл қасында келе жатқан шәкірті оның ажалды аңшысы екенін мүлдем сезбеді. Нарциссизм оның көзін соқыр алған еді. 2000 жыл ФБР-іштегі сатқынды табу үшін барлық ресурстарын іске қосып, тынымсыз жұмыс істеп жатқан кез еді. Олар күрделі оперативтік комбинация жасап, Ресейден қашқан офицер Щербаковқа миға сыймайтын сома $7 миллион төлеп, жұмбақ Рамон Гарсияның жеке ісін сатып алады. ФБР-дің ең мықты агенттері жиналып, папканы ашады. Ішінен ескі аудиотаспа және қара қоқыс пакет шығады. Магнитофонды қосқанда бөлмедегілердің қаны мұздап кетті. Таспадағы дауыс күнде дәлізде сәлемдесетін, бірге кофе ішетін Роберт Хансеннің дәл өзінің дауысы еді. 20 жыл бойы іздеген құбыжық олардың қабырғалас көршісі болып шықты. Бірақ істен нүктесін қойған бастайғақ саусағызы болды. Өзін мінсіз санаған Хансен қарапайым қателікке жол берген еді. Орыстар берген папканың ішінде ол құжат ораған қара қоқыс пакеті сақталған. ФБР криминалистері сол пакеттегі скотч астынан бір ғана саусағызын тапты. Бұл Роберт Хансеннің ізі болатын. Ол өзіне тым сеніп кеткені соншалық, пакетті орағанда резеңке қолғап киюді артық деп санаған. Оны ұстау үшін ФБР абортин операциясын бастайды. Жас агент Эрик О'Нил оның сеніміне кіріп, Хансеннің жанымен тәндей болып кеткен Palm Pilot электронды күнделігін қолға түсіру керек болды. Достар, әңгімені қызыл жерінен бөлсем, кешірім сұраймын. Айтпағым арнаға жазылып, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Лайк пен жазылушылар саны сіздер үшін керемет видео жасауға маған үлкен мотивация береді. Рахмет. Сонымен бірде Хансен терге кеткенде, Эрик оның сөмкесіне құрлығын суырып алып, техникалық тоққа қарай жанұшыра жүгіреді. Бірнеше минуттың ішінде шифрлар көшіріліп, құрлығы орнына қайтарылады. Осылайша ФБР Хансеннің келесі тайнигі қашан және қайда болатын нақты білді. Енді видео басындағы көрініске қайта оралайық. Ол тіпті ұсталған сәтте де өзін олардан жоғары санады. Роберт Хансеннің ұсталуы ФБР үшін тек сатқынның бетін ашу емес, бүкіл жүйенің күйреуі болды. 22 жыл бойы бір адамның әлемдегі ең алпауыт барлау қызметін мазақ етуі Американың қауіпсіздік жүйесін түбегейлі өзгертті. Сот шешімінен кейін ФБР басшылығы қатаң реформаларға көшті. Ең бірінші, сенімнің орнын бақылау басты. Бұрын ФБР агенттеріне ең адал жандар ретінде шексіз сенім білдірілсе, Хансеннен кейін әрбір қызметкер полиграфтан, яғни өтірік детекторынан міндетті түрде өтуге міндеттелді. Егер Хансен кезінде осы тексерістен өткенде, оның сатқындығы алғашқы айларда-ақ әшкереленер еді. Екінші, сандық қауіпсіздік. Хансеннің жүйесінде емін-еркін кез келген файлды ақтарып, өзіне өзі іздеу салатындай мүмкіндігі болған. Қазір ФБР базасында әрбір агенттің басқан қадамы бақылауда. Кез келген файлды ашқанда жүйеде із қалады. Ал егер агент өзінің жұмысына қатысы жоқ құпия ақпаратты ақтарса, қауіпсіздік қызметіне бірден дабыл барады. Үшінші, қаржылық және жеке бақылау. Хансеннің қарызға батып, орыстардан алған ақшаны қайырымдылық қалдырғаны, немесе стриптизші қызбен байланысы кезінде ешкімді қызықтырмаған еді. Қазір агенттердің өмір сүру деңгейі, несиелері мен жеке өміріндегі кез келген шүбәлі өзгерістер тұрақты тексеріліп тұрады. Сот оны 15 мәрте өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Роберт Хансен 2023 жылы Американың ең қатал түрмесінде 79 жасында жалғыздықта қайтыс болды. 22 жыл бойы бүкіл мемлекеттің тағдырымен ойнаған адамның тарихы осылай аяқталды. Ол өзін данышпан санады, бірақ тарихта тек сатқын ретінде қалды. Ал оның қалдырған ащы сабағы ФБРді бүгінгідей жабық әрі қатал мекемеге айналдырып, мінсіз масканың артында ең қауіпті құбыжық жасырынып жатуы мүмкін екенін бүкіл әлемге дәлелдеп кетті.